Ұлттық тарихымыздың жаңа бір белесі басталды. Партияда қоғамның бір бөлшегі ретінде бұл трансформацияны өткеруде. Назарбаев зияткерлік мектептерінің қамқоршылық кеңесі бар, басқармасы бар. Ол халықтың алдында жауап беру керек. Өйткені қаражат, қайталап айтамын, бұл халықтың қаражаты. Күн демей, түн демей сайлаушылардың хатына байланысты үкіметке хат жолдап, жалпы осы балаларға грантты орынды бөлінуіне атсалыстым. Айыспы алатын отбасының балалары, мысалы, таңғы асын олар қаяқтан ішеді? Сол ауылдың дарынды, жалынды балалардың зияткерлік мектепке келуіне жол ашу керек. Толғандырып отырған сұрақ ол жердегі балалардың қазақ тілін меңгермейтіндігінде, қазақ тілін кей жағдайда сөйлемей қолданбайтындығында. Депутаттық қызметке деген бір ықыласым, ол мені алаш зиялыларының аманатынан келді деп өзім ойлаймын. Биліктің басында шешім қабылдайтын жерде әйелдердің үлес салмағы, шешім қабылдайтын жерде